Саламатсыңдар ма оқушылар? Сендерді жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Біз енді бүгін физика пәнінен алғашқы сабағымызды бастаймыз. Сендерге таныс, күнделікті осы өмірде кездесіп жүрген жеңіл тақырыптардан бастаймыз. Ал кеттік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз табиғат және адам. Физика, табиғат туралы ғылым, физика және техника. Табиғат дегенде ойларыңа не келеді, балалар? Соны айта кетіңдерші. Көбінесе табиғат дегенде осы жан-жағымызды қоршап тұрған жасыл ағаштар, жасыл ормандар, шөптер келеді. Енді табиғаттың бір бөлшегі бұл адам. Сол іспеттес физика табиғат туралы ғылым деп саналады. Ал енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты біз оқушыларға физикалық құбылыстарды, физиканың мақсаты туралы, физика заңдылықтары, физика ұғымдары, қазіргі заманның ғылыми техникалық жетістіктерінің ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Кеттік. Физикалық құбылыстар. Бізде физикалық құбылыстардың 4 түрі бар екен: механикалық құбылыс, жылу құбылысы және де электр жарық құбылыстары. Төменде суретте көрсетілген бұл мысалдар. Бірінші ұстаз, екінші ұстаз. Орыс тіліне физика сөзін алғаш енгізген төмендегі ғалымдар. Әбу-Насыр әл-Фараби, бұл бізде өзінің атын қалдырған Аристотельдің шәкірті деп айтамыз. Бізде бірінші ұстаз Аристотель, ал бізде орыс тілінде физика терминін қалдырған Ломоносов екен. Кеңістікте белгілі бір пішіні және нақты көлемі бар жеке тұрған нәрсені дене деп атаймыз. Дененің сапалық тектілігін сипаттайтын материя түрін зат деп атаймыз. Бұл түсінікті ғой, күнделікті осы ұстап жүрген нәрсеміз, қолданып жүрген заттарымыз, бұлар зат немесе дене деп атайды екен. Физика мен техникаға байланысты жетістіктер. Физиктер атом ядросындағы энергия алу жолын тапқан. 20 ғасырда адамзат физика мен техника жетістіктерінің арқасында ғарышқа көтерілді. Ғарышқа көтерілген бізде космонавттар Талғат Мұсабаев, Тоқтар Әубәкіров және де Юрий Алексеев болатын. Сендерге үйге тапсырма, оқушылар. Бүгінгі біз тақырыпты оқып шықтық, түсінік оқып шықтық, және де осы кітаптан бір қайта оқып шықсаңдар өте тамаша болады. Оқып шығу бізде түсінік айту үшін және де есте сақтау қабілетімізді жақсарту үшін қажет. Және де дәптерлеріңе осы сұрақтар бойынша жауаптарын тауып жазып келіңдер. Сендерге бұл үй тапсырма ретінде беріледі. Келесі сендерде осы үй тапсырмасын тексеріп бағалайтын боламыз. Сұрақтарыңыз бар болса, осы комментария қалдырыңыздар. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.